Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге 17 бөлімнен тұратын Айдананың қуыршағы деген ертегіні айтып беремін. Бұл кіріспесі. Егер де сіздер оның 17 бөлімін тыңдағыларыңыз келсе, онда менің арнама жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Және менің ертегілерімді күн сайын қарап отырыңыздар. Өйткені мен оның бірінші бөлімін саламын. Бұл кіріспесі. Бастаймыз. Бір күні Айдананың ата-анасы барлығы теңізге демалуға барады. Айдананың ағасы Арман теңізде суға сүңгіп жоқ болып кеткен кезде Айдана қорқып, аға деп айқайлап жібереді. Арман Айдананың қорыққанына қызығып, бір ісін қайталай береді. Ата-аналары барлығы теңізге түседі. Олар шаршап күнге қыздырынып отырған кезде ұйықтап қалады. Айдананың іші пысады. Теңіздің қасында ойнап жүрген балаларға қызығады. Мен де өскен кезде осылай доп ойнаймын деп армандайды. Не дегенмен 3 жаста ғой. Сөйтіп, балалардың ойнап жатқан доптары ұшып бір ағараңдаған нәрсеге келіп түседі. Айдана ағараңдаған нәрсенің не екенін білгісі келіп, сол жаққа қарай барады. Сол ағараңдаған нәрсені алып, оны анасының орамалына орап, аяғына салып ұйықтатады. Анасы тұрып, Айдананы іздей бастайды. Сөйтіп Айдана өзінің қуыршағын ұйықтатып жатыр екен. Анасының көңілі орнына түседі. Анасы: Айдана, бұдан былай менің рұқсатымсыз суға түспе дейді. Айдана: жарайды анашым, мен бөпем ұйықтасын, сосын суға түсемін деп жауап береді. Сол кезден бастап Айдана өзінің қуыршағын ұйықтаса да, тамақ ішсе де, шомылса да өзінің қасына алып жүреді. Егер де балалар бұның бірінші бөлімі шыққанын қаласаңыздар, менің арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.